Сәлеметсіз бе балалар? Бүгін мен сендерге өзбектің ертегін айтып берем. Бір батыр торғай туралы айтып берем бүгін. Бір орманда аңдар тұрады екен. Оның ішінде өте қатал, жауыз арыстан болыпты. Ол арыстан ұйықтап атқанда ешкім үндемей жүреді екен. Мені біреу оятып жерсе, мен соны жеймін деп қорқытады екен. Бәрі қашып жүреді екен сол арыстаннан қорқып. Бір күні торғай азанда тұрып, торғай енді білесіңдер ғой, өздері өте жақсы ұшып, күліп, қуанып жүретін кішкентай торғай азанда тұрып шиқылықтай бастапты. Сол кезде жаңағы арыстан оянып кетіп, кім мені оятқан? Мен сені қазір жеймін дейді. Сол кезде торғай айтады: ай, енді тұрмаймыз ба? Азан болды дейді. Мен ұйықтап атқанда ешкім мені оятпасын дегенім ғой. Мен сені қазір жеймін, кел бері дейді. Сол кезде торғай айтады: жегің келсе мені ұстап ал дейді да ұша жөнеледі. Арыстан жаңағы төбеге қарап қуа береді. Торғай болса өте ақылды ғой, ол суға қарай ұшады. Сөйтіп анау алаңдап ұшып келатқан торғайды аңдып келатқан арыстан суды байқамай суға шөлпет түсіп кетіп батып кетеді. Сосын барлық жаңағы сол арыстаннан зәбір көрген аңдар қуанып: рахмет саған торғай, сен кешкенде болсаң да батыр екенсің, біз сонша жыл судан зәбір көріп өттік қой деп айтады, рахметін айтады. Сол кезде торғай айтады: мен өзім кішкентай болсам да, мен басымды істетіп, соны қалай құртсам екен деп ойланғам. Сонымен осындай ойға келдім деп жаңағы рахметін қабылдап ары ұшып кетіпті. Әні балдар, көрдіңдер ма? Мен кішкентаймын, мен қолымнан не келеді, мен ештеңке жасай алмаймын деп айтпаңдар. Адамның ойы ұшқыр болады. Бір нәрсені ойлап, соның түбіне жетем деп өздеріңе мақсат қойсаңдар, сендер обязательно соған жетесіңдер. Сол үшін ешкімнен қорықпаңдар, ойларыңды ашық айтыңдар, ойлап жүріңдер. Қалай істесем жақсы болады, қалай әке-шешеме көмектессем деген ойлар сіздерді әлден мазалау керек. Сіздер өте жақсы бала болып өсесіңдер. Рахмет.